Баршаңызға сәлем. 6 сынып математикасының 2 бөліміндегі номер 784 есепті шығарамыз. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулі шешу тақырыбындағы есеп. Яғни біз бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуді құрастырамыз және оны шығарамыз. Есептің шарты екі санның қосындысы 21-ге тең. Яғни біз шартын жазып алайық. Номерін жазып қояйын. 784 есеп. Бірінші сан, яғни екі санның қосындысы 21-ге тең. Біз екі санды да білмейміз, сондықтан бірінші санды да x деп алайық. Екінші санды 21 минус x деп алайық. Міне. Яғни екі санның қосындысы 21 болса, біреу x деп алатын болса, екінші 21-ден сол санды азайтсақ, екінші сан шығады. Енді бізге бірінші санның қандай сан екенін табыңыз деп тұр тапсырмада. Біз бұл есепті теңдеу құру арқылы шығарамыз. Яғни бір айнымалысы бар теңдеу құрастырамыз. Міне, ол үшін бізде екінші сөйлемді оқыған кезде оқиық. 2 еселенген бірінші сан дейді. Бірінші сан бізде x болса, оны 2 еселесек 2x болады. 2 еселенген бірінші сан екінші саннан 3-ке артық. Яғни екінші санды біз 21 минус x деп алдық қой. Бірінші санды 2 еселедік, яғни бірінші сан бізде x болса, оны біз 2 еселегенде 2x болды. Енді ол сан екінші саннан 3-ке артық, яғни біздің екінші санымыз 21 минус x болса, міне, оған қосамыз 3-ті. Сол кезде біздің екі санымыз теңеседі. Енді бізде пайда болған бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуді шешеміз. X-терді бір жаққа жинаймыз, минус x-ті өткіземін, таңбасын ауыстырып, теңнен кейін мына бетте 21-ге 3-ті қосамыз. Міне, ашып жаза берейін. 2x-ке x-ті қосамыз. 3x болады, 21-ге 3-ті қосамыз. 24 болады. Осы жерден x табамыз. 24-ті 3-ке бөлеміз. Сонда біздің x-іміздің мәні 8 міне. Яғни бұл x, міне, іздеп отырған x-іміз, міне, бірінші сан 8-ге тең болды. Көрдіңіздер ме? Біздің есептің жауабы 8 болады. Ал егер де бізге екінші сан қанша болады деп сұрайтын жағдай болса, онда біз x-іміз 8 болса, екінші санды табу үшін 21-ден 8-ді азайтамыз. Міне, сонда біздің есебіміздің жауабы 13 болады. Бірақ бізде есептің шартында бірінші санды сұрап тұр. Міне, біздің жауабымыз 8 болады. 785 есептің шартында бірінші бассейнде 1600 метр куб, ал екінші бассейнде 1215 метр куб су бар дейді. Енді бізде екі бассейн бар екен, оның біреуінде 1600 метр куб, яғни 1600 метр куб су бар. Екінші бассейнде 1215 метр куб көлемде су бар. Енді бізде келесі сөйлемде бірінші бассейнді тазарту үшін одан сағатына 65 метр куб су насоспен сыртқа ағызылды дейді. Сағатына 65 метр куб су болса, онда бізде мысалы 1 сағатта 65 метр куб су ағызылса, ал 2 сағатта ол 130 метр куб су сыртқа ағызылады. Яғни әр сағат сайын 65 метр куб су сыртқа ағызылып отырды. Сыртқа ағызылса, яғни барлық су көлемінен азайтамыз. 65 метр куб сағатына болғандықтан 65-ті біз сағатқа көбейтеміз. Әрбір сағат сайын 65 метр куб сыртқа ағызылғандықтан екеуін көбейтеміз. Мына x дегенім ол бізде уақыт, яғни сағаты. 1 сағатта 65 метр куб, 2 сағатта 130 метр куб деп екеуі көбейтіліп, яғни өрнегі осылай болып шығады. Міне, азайтамын. Сыртқа ағызылса, енді екінші бассейнге сағатына 45 метр куб су насоспен құйылады дейді. Яғни құйылатын болса, біз қосамыз осы судың көлеміне әр сағат сайын 45 метр куб судан құйылса, яғни 45-ті біз сағатқа көбейтеміз. Өйткені әрбір сағатта 45 метр кубтан құйылады. 1 сағатта 45 метр куб, 2 сағатта 90 метр куб деп, яғни сондықтан x деген сағат болып тұр бізде белгіленіп, сағатын білмейміз, сондықтан x пен белгілеп жатырмыз, өйткені бізде нақты айтылмаған. Енді бізге
былай дейді, екі насос жұмыстарын бір уақытта бастаса, яғни бір уақытта бастаса, екеуінің уақыты тең деген сөз. Неше сағаттан соң екі бассейндегі су көлемі теңеседі. Теңестіріп, осы өрнектерді біз теңдеуді шешеміз. Сонда бізде 1600 минус 65х тең 1215 плюс 45х болады. Міне, теңдеуді жаздым. Бір айнымалысы бар сызықты теңдеу пайда болды. Осы теңдеуді шешеміз. Яғни x-терді бір жаққа жинаймыз. 65х минус 45х болып өтеді. Тең 1215-ті жазамыз да минус 1600 болып өтеді. Ары қарай есептейміз. Минус 110х тең, екеуін азайтамыз, үлкеннен кішісін азайтып, үлкеннің таңбасымен минус 385 шығады. Енді ары қарай x-ті табайық. Онда бізде бөлшек саламын, өйткені мына минус 385-ті минус 110-ға бөлеміз. Міне. Сонда бізде x-тің мәні 3,2-ден 1 шығады екен. Міне. 3,2-ден 1 сағат болды ғой. Енді бұл бізде өйткені x дегеніміз ол, міне, x-іміз сағат еді, естеріңізде болса. Яғни 3,5 сағаттан кейін екі бассейндегі су теңеседі екен. Сонда біздің есебіміздің жауабы 3,2-ден 1 сағат болады. Немесе оны біз 3,5 деп алсақ та болады, 3,5 сағатта. Міне, есебіміз аяқталды. 786-шы есептің шартында 6-шы А сыныбындағы оқушылар саны 6-ғы сыныбындағы оқушылар санынан 25%-ке артық дейді. Бізде 6-ғы сыныбының оқушыларының саны бізде білмейміз, x болсын. Онда ал 6А сыныбындағы оқушылар саны 6В сыныбындағы оқушылар санынан 25%-ға артық. Яғни біз мынау да x болса, мынау да x қой енді. Мынау 6-шы А сыныбы 6-шы В сыныбынан 25%-ға артық екен оқушылар саны. Енді бұл жерде бізде жалпы барлық оқушыны толығымен біз 100% деп алатын болсақ, 25% артық деген, яғни ол 125%-ді береді. 125%-ді береді. Яғни 100-ге 125-ті қосып жібергенде 125 болады. Біз пайызды бөлікке айналдырып аламыз. Яғни біз бөлікке айналдыру үшін біз осы пайызды 100%-ға бөледі екенбіз. Өйткені әрбір процент 100-ден 1 бөлікке тең ғой. Сондықтан 100%-ға бөлеміз. Пайыздарын қысқартамыз. 125-ті 100-ге бөлгенде 1,125 болады. Яғни бұл бөлікке айналады. Біз пайызды бөлікке айналдырып алдық. Енді 6-шы А сыныбында 6-шы В сыныбының оқушылары санынан 25% артық десе, біз 1,125 санын, яғни пайыздың бөлігін біз мына белгісіз x-ке көбейтіп қоямыз. Сонда бізде 6-шы А сыныбында 1,125x болады. 6В сыныбының оқушылар саны x болса, міне x, яғни x қой. Онда біз оған 1,125, яғни 25% арттырғандағы бөлігін көбейтсек, онда мынадан артады, 25%-ға артады. Міне 6В сыныбының оқушылар саны, мынау 6А сыныбының оқушылар саны. Мынаған қарағанда 25%-ға артық. Енді 3 оқушыны 6А сыныбынан, міне 6А сыныбы бізде 1,125x болса, осыдан 3 оқушыны 6В сыныбына ауыстырғанда, яғни 3 оқушыны азайтамыз, тең келесі 6В сыныбында x, яғни x оқушы бар ғой, соған біз 3 оқушыны ауыстырамыз. Сол кезде бізде пайда болады бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Осы жерден x-терді бір жаққа жинайық. 1,125x минусына x-ті өткіземін, тең 3-ті жазып, мына 3 өтеді, таңбасы плюс болып. Ары қарай азайтамыз.
мына алдында коэффициент бар 1 деген екеуін азайтамыз, сонда 0,125 x болады. Тең 3-ке 3-ті қосамын, 6 болады. X тең 6 бөлу 0,125. Ары x-тің мәні бізде 24 шығады екен. Бұл x деген, x-тің мәні мына x көрдіңіздер ме? 6 В сыныбының оқушыларының саны бастапқыда осындай болған. Енді бұл В сыныбы, енді бізге А сыныбы қанша болды деп сұрайды. Ол үшін біз А сыныбын табу үшін мына x-тің мәні 24 ба, оны 1,125-ге көбейтеміз, яғни 25%-ға арттырамыз. 1,125 көбейтілген 24 тең 30 болады. Міне. Сонда бізде бұл 6-шы А сыныбы. Бастапқыда 30 оқушы болған. Ол 30 оқушыдан тексеріп көрейік. 3 оқушыны 6Б сыныбына ауыстыратын болсақ, мына жерде 27 оқушы болады, а мына жақта да 3 оқушы келгендіктен бұл жақта 27 оқушы болады. Сондықтан екі сыныптың оқушылары тең еседі. Міне жаңа айттық қой, 3 оқушыны ауыстырғанда тең еседі деп міне есептің шарты бойынша тексеріп көрдік. Жалпы біздің есептің жауабы бір сыныпта 24, В сыныбында, А сыныбында 30 оқушы болған бастапқыда. 787-ші есептің шартында екі пойыз А станциясынан, яғни бізде А станциясы берілген, сызып көргенде оңайырақ болады бізге. Екі пойыз А станциясынан бір-бірінен қарама-қарсы бағытта жүріп бара жатыр. Яғни бір пойызымыз мына жақта қарай, бір пойызымыз мына жаққа қарай екі бағытта жүріп бара жатыр, қарама-қарсы бағытқа. Әр станцияның бірінші пойыз, мына станциядан бірінші пойызымыз 70,5 километр қашықтықта дейді. Ал екінші пойызымыз мына жаққа қарай 56,75 километр қашықтықта. Енді бірінші пойызымыз, яғни қашықтық деген ара қашықтықты білдіреді. Бірінші пойыз 57 км/сағат жылдамдықпен, яғни біздің жылдамдығы бұл жерде 57 км/сағат жылдамдықпен бірінші пойыз жүрсе, екінші пойыз 62,5 км/сағат жылдамдықпен жүрген. Енді неше сағаттан соң екі пойыз А станциясынан, яғни мына станциядан бірдей қашықтықта болады дейді. Яғни бізді қараңыздар, байқасаңыздар, ара қашықтығы мына екінші пойыздың ара қашықтығы бірінші пойыздың ара қашықтығына қарағанда азырақ болып тұр, ал бірақ жылдамдығы бірінші пойыздың жылдамдығынан көбірек болып тұр. Сондықтан екеуі белгілі бір уақыттың ішінде, мына пойыз тез жүргендіктен, мына пойыздың ара қашықтығы көп болғанымен жылдамдығы аз болғандықтан екеуі белгілі бір уақытта екеуі де мына станциядан бірдей қашықтыққа жетеді. Бізге қанша уақытта екеуі ара қашықтығы А станциясынан бірдей болады деп сұрап жатыр. Енді біз бұндай есепті шешу барысында мына формуланы қолданамыз. Яғни ара қашықтықты біз S деген әріппен белгілейміз ғой. S тең жылдамдықты уақытқа көбейткенде, мына формуланы біз осындай есептер келіскен сайын осы формуламен біз теңдеу құру арқылы шығара аламыз. Енді бізде ара қашықтықты табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. Бізде уақыт белгісіз, бізге керек іздеп жатқан шамамыз ол уақыт. Қанша уақыт арасында екеуінің ара қашықтығы А станциясынан бірдей болады деп сұрап жатыр. Сондықтан біз мына уақытты табуымыз керек. Яғни бұл бізде x болып тұр, x болып тұр. Уақытымыз белгісіз. Енді ал жылдамдықтарымыз екеуінің жылдамдықтары белгілі. Міне жылдамдықты бірінші пойыздың жылдамдығын 57 км/сағатты көбейтемін уақытқа. Уақытты білмейміз, көбейтемін уақытқа. Және олар А станциясынан бастапқы уақытта 70,15 км қашықтықта болды. Яғни мына нәрсе екеуін жылдамдық пен уақытты көбейткен кезде не шығып жатыр? Ара қашықтық. Яғни ара қашықтық, мына бірінші пойыздың ара қашықтығы белгілі бір уақытта мынандай болады, көбейткенде шығып тұр. Ол жақтың бастапқыда ара қашықтығы 70,15 км
болған соған қосылып кетеді, екі арақашықтық қосылады осылай. Ал екінші пойызымыздың жылдамдығы 62,5 болса, оның уақытына көбейткенде екеуінің уақыты бірдей ғой, өйткені бізге қанша уақыт уақыт ішінде деп сұрап жатыр, екеуінің уақыты бір уақыт қой. Онда бізде мына жылдамдық, екінші пойыздың жылдамдығын сол уақытқа көбейткенде арақашықтық шығады. Мына формула бойынша құрастырып жатырмын. Екеуін көбейткенде арақашықтық шығады. Міне арақашықтық. Мынау нәрсе арақашықтықты білдіріп тұр. Және осыған қосамын. Екінші пойыздың бастапқыда арақашықтығы 56,75 болды. Міне осы жерге дейін түсінікті болды деп ойлаймын. Және екеуінің А станциясынан арасы қанша уақытта бірдей арақашықтықта болады деп сұрап тұр. Яғни екеуі тең болады деп тұр. Екеуінің мына жақтың мына жалпы арақашықтықта қосқанда міне мынау бізде арақашықтық. Мына бірінші пойыздың арақашықтығы, мынау екінші пойыздың арақашықтығы. Міне мына жылдамдықпен уақытты көбейткен арақашықтық шығады. Одан бастапқы арақашықтығын километрдің қосқан кезде екеуінің жалпы арақашықтықты білдіреді. Екеуінің жалпы теңесуі ғой бұл жерде. Қанша уақытта теңеседі, яғни бізде мына тұрған x-ті уақытты табуымыз керек. Мына x бізде уақытты білдіреді. Ал осы теңдеуді шешеміз. X-терді бір жаққа жинаймыз, яғни 57x. Мына жақта 62,15x-ті өткіземіз бергі бетке. Тең 56,175 минус болып өтеді мұны. 70,15 болады. Міне өткізіп алдық. Енді ары қарай азайтамыз. 57x азайту 62,15x, яғни үлкеннен кішісін азайтамыз. Минус 5,15x болады. Тең мына екі санды азайтамыз. Үлкеннен кішісін үлкен таңбасымен минус 13,175 шығады. Ары қарай x-ті табамыз. Минус 13,175-ті бөлеміз минус 5,15-ке. X-тің мәні бізде тең болады. Екі теріс санды бөлеміз, оңтан шығады 2,15. Яғни x дегеніміз біздің іздеп атқан шама бізде ол x уақыт. Яғни 2,5 сағаттың ішінде екі пойыздың арақашықтығы 2,5 сағаттың ішінде теңесетін болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Міне оқушылар 784-ші, 785, 86, 87-ші есептердің шығарылу жолдарын көрді. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ ұнаса лайк басамыз. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып қалдыруға болады. Және каналдағы видеомның сілтемелерін достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.